бір уыс мақта. Ыбырай Алтынсарин. Бір кішкентай қыз әкесінің шапанын тігіп отыр екен. Әжесі қасына отырып ақыл айтты. Балам, мына өмірдегі тірі және өлі заттардың ешқайсысының да керексіз болып жерде қалатыны болмайды деп. Сол сөзді айтып отырғанда, қыз бала киімін тігіп болып, жердегі мақтаның қалдығын терезеден лақтырып тастады. Әже, осы қалдықтың еш нәрсеге керегі болмайды, деді. Әжесі, балам, сол да жерде қалмайды, деді. Осылайша сөйлесіп, терезеден қарап отырса, жаңағы мақтаны жел көтеріп ұшырып, мұны бір құс көріп, мақтаны алып кетті. Қыз әжесінен, мына мақтаның қалдығын бір құс алып кетті, оны не істейді, деп сұрады. Әжесі айтты. Көрдің бе, балам, қазір ғана айтқан сөздің тура келгенін. Ол кішкентай мақтаны құс ұясына төсейді. Сонда кішкентай балапандарына жұмсақ болады, деді.